Еще раз барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай, балалар? Жақсы. Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Өте жақсы онда, балалар. Ендеше біз бүгін сабағымызды бастаймыз. Біз өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Грамматикалық тақырып және лексикалық тақырып қандай болды? Кім айтады, балалар? Грамматикалық тақырып қандай болды? Құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем, дұрыс. Және Темекі тарту. Дұрыс. Темекі тарту. Зиянды әдет. Зиянды әдет. Өте дұрыс, балалар. Ендеше біз қазір өткен тақырыптарды қайталаймыз. Мұқият экранға қараймыз. Мен сендерге өткен тақырып бойынша бірнеше сұрақтар қоямын. Түсінікті ме? Жақсы. Көрініп тұр ма, балалар? Көрініп тұр ма? Мен сендерге қазір осы сұрақтарды оқимын. Мұқият қарайсыңдар. Барлық сұрақтарды оқып шығамын. Сендер мұқият қарап отырыңыз. Одан кейін осы берілген сұрақтарға жауап береміз. Тыңдаймыз. Сөйлем дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Грамматикалық құрылысына қарай сөйлемнің неше түрі бар? Үшінші сұрақ. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Төртінші сұрақ. Құрмалас сөйлемнің неше түрі бар? Бесінші сұрақ. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын ата. Сұрақтар түсінікті ме? Ендеше сәл ойланып, бұдан кейін сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ. Сөйлем дегеніміз не? Кім жауап береді? Ал, Аяжан, Анжела жауап бер. Анжела. Сөйлеміміз не? Сөйлем дегеніміз әр алына сөзелік тұра тіркесіп келіп, салған ойды бұдырелу. Анастасия жауап бер, қолыңды көтердің. Анастасия. Сөйлем біршама аяқталған ойды білдіретін сөздер, я сөздер тобы. Жарайды, дұрыс. Қараймыз дұрыс жауабын. Дұрыс. Біршама, яғни тиянақты ойды білдіреді. Сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Екінші сұрақ. Грамматикалық құрылысына қарай неше түрі бар? Ал, қолдарымызды көтереміз. Аяжан. Сұраулы, лепті және хабарлы. Бұл айтылу мақсатына қарай. Аяжан, грамматикалық құрылысына қарай. Қандай түрі бар? Ал, кім біледі? Тағы да қолдарымызды көтереміз. Грамматикалық құрылысына қарай. Құрылысына қарай екі түрге бөлінеді. Бұл жай және құрма сөйлем болып бөлінеді. Так, дұрыс жауапты қарайық. Грамматикалық құрылысына қарай екі түрі бар. Бұл қандай сөйлемде? Жай сөйлемде болады. Және дұрыс құрмалас. Дұрыс, балалар. Үшінші сұрақ. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Енді құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше. Айта беріңдер, аха. Жай сөйлемнен құралып күрделі ойды білдіреді. Мағыналық жағынан өзара байланысты біртұтас сөйлем. Анжела, қолыңды көтеріп отырсын. Так, Анжела сөйле.
Құрмал сөйлем дегеніміз екі немесе бірнеше жай сөйлемден құралып. Я, дұрыс, қараймыз дұрыс жауабын. Құрмалас сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын сөйлем. Дұрыс. Келесі сұрақ. Құрмалас сөйлемнің неше түрі бар? Құрмалас сөйлемнің неше түрі бар? Ал аяқтан кім сөйледі, балалар? Ал сөйледі. Үш түрі бар. Қандай? Салалас, сабақтас, аралас. Анжела, ал сөйлеп қолыңды көтеріп отырсың. Бұл үш түрге бөлінеді: салас, құрмалас және Аралас. аралас. Я, құрмалас сөйлемнің үш түрі бар. Ол құрмалас сөйлемнің үш түрі бар. Мінеки, салалас сөйлем, балалар, сабақтас сөйлем және аралас. Дұрыс айтыңдар. Келесі сұраққа көшеміз. Келесі сұрақ: құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын ата. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын ата. Кім айтады? Кім айтады? Не арқылы құрмалас сөйлем жасалады? Анжела? Темірлан? Жалғаулық сылаулар арқылы байланысады. Сосын? Темірлан қос? Темірлан қос? Интонация. Саламатсыз ба? Қос? Жалғаулық шылаулар. Сосын? Интонация арқылы. Интонация арқылы. Сосын? Сосын? Кейбір кезде септеулік шылаулар. Және де? Жалғау арқылы. Және де көсемше, есімше, шарттыра етістік арқылы жасалады. Балалар, ал қарап шығайық. Интонация арқылы сендер айтыңдар. Содан кейін жалғаулық шылаулар, бұдан кейін септеулік шылаулар, бұдан кейін көсемше, есімше, шарттырай етістік тұлғалы арқылы жасалады. Балалар, осы грамматикалық тақырып бойынша сұрақтар бар ма сендерде? Жоқ. Бәрі түсінікті ме? Иә. Түсінікті. Дұрыс. Ендеше біз әрі қарай кетеміз. Яғни темекі тарту зиянды әдет мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Көрініп тұр ма сұрақтар? Көрініп тұр ма сұрақтар? Иә. Ендеше қазір мен сұрақтарды сендерге оқимын, қолдарыңды көтеріп сұрақтарға жауап бересіңдер. Ал бірінші сұрақ: темекі тарту қандай әдет? Темекі тарту қандай әдет? Ал Диас? Темекі тарту зиянды әдет, нашақорлықтың бір түрі. Дұрыс, Диас, дұрыс. Жарайсың. Әрі қарай екінші сұрақ: статистика бойынша адамдардың неше пайызы темекі тартады? Ал кім жауап береді? Ал айту. Статистика бойынша ересек адамдардың 40% темекі тартады. Я, дұрыс балалар, жарайсыңдар. Жақсы. Келесі үшінші сұрақ: темекіге әуестену баланың денсаулығына қандай әсер етеді? Және ол қандай ауруларға әкеп соғады? Наргиз жауап бер. Темекіге әуестену баланың денсаулығына кері әсер етіп, түрлі ауруларға әкеп соғады. Өте жақсы. Келесі сұрақ: түтіннен шыққан улы заттар нені зақымдайды? Ал кім жауап береді? Түтіннен шыққан улы заттар нені зақымдайды? Ал кім қолдар? Айтамыз, сөйлеміз. Түтіннен шыққан зиянды. Беттегі ұсақ қан тамырларын зақымдайды. Дұрыс. Өте жақсы. Красавчик Диас. Рахмет. Келесі: сонымен қандай қорытынды жасауға болады?
Сонымен қандай қорытынды жасауға болады? Жәния бар ма? Жәния сөйле. Қандай қорытындыға келдік? Темекі тарту бұл зиянды әдет. Иә, Өкпемен көмей обырына зардап шығады. зардап шығады. Иә, темекі тарту өте біздің денсаулығымызға көп әсер етеді. Солай ма, балалар? Иә. Жарайды. Темірлан, сұрақ бар ма? Жоқ, бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті. Ендеше Жоқ. біз әрі қарай кеттік. Келесі, мен сендерге бейне материал қоямын, мұқият тыңдайсыңдар, сосын бір сұраққа жауап береміз. Түсінікті ме? Иә. Ары қарай. Қазір балалар кішкене тұраңыз. Чувствую людей за... Қазір. Балалар, көрдіңдер ме? Иә. Енді бұл бейне материал қандай тақырыпқа арналған? Кім айтады? Қандай тақырыпқа арналған? Денсаулық, иә, тақырыбына? Солай ма? Солай ма? Иә. Мынадай не болды? Мақал-мәтелдер болды. Қандай мақал-мәтел? Мысалы, аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Кім қалай түсінеді? Темірлан, қолыңды көтеріп отырсың. Жүзада болды бекіні, мен видеоны көрген жоқпын. Ол көрінген жоқ, тек қана дауыс болған. Менде солай болды. Да, мне тоже. Менде солай. Бұл денсаулық туралы мақал-мәтелдер берілген. Мысалы, мынадай мақал болды. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ деген мақал. Сәл ойланып, балалар, қандай бұл мағынада берілген? Кім мағынасын ашып айтады, қазақша мағын? Ойланайық. Сәл. Аурудың жақсысы жоқ. Менің ойымша, бұл мақалда адамдар халыққа ауру бұл жаман екенін түсіндіргі келеді. Так. Солай орысша аудару приятная болезнь не бывает, сладкое лекарство от болезни не бывает. Не бывает. Так, тағы да бар ма кім айтатын? Алай сұлу қалай түсінесің? Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Айту. Менің ойымша жақсысы жоқ. Дәрі ешқашан
жақсы болмайды және денсаулыққа зиян әкеледі. Бірақ бір бетінен ол аурудан көмектеседі, екінші бетінен ағзасына зиян әкеледі. Жарайды балалар. Неке, дәрі жақсы болса да, бірақ ол ешқандай тәтті болмайды бізде. Солай ғой? Солай ғой? Адам өз денсаулығына бақылау керек та, және оның денсаулығы тек оған байланысты болады. Сақтау керек. Ешқандай дәрігерлер ештеңе керек болмай қалады содан кейін. Яғни біздің денсаулығымыз өзіміздің қолымызда. Солай ма? Иә. Жарайды. Және ойда. Сөйлейміз. Кім айтқысы келеді? Темірлан, сен бе? Қолыңды көтеріп отырсың. Мақал мәтел туралы ма? Айттың, иә, жаңа ғана? Иә, сол. Сұрақтар бар ма? Ендеше әрі қарай кеттік. Келесі. Қазір. Келесі оқулықпен жұмыс балалар. Оқулықты 110-шы бетке ашамыз. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша жұмыс. Оқулықтарында алыңдар балалар. 110-шы бет. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша сұхбат құрыңдар дейді. Яғни, сурет бойынша шағын әңгіме құрайық. Мұқият қарап шығайық. Осы бірінші суретте не бейнеленген, екінші суретте не бар, үшінші суретте не бар. Бір-екі сөйлеммен жауап береміз. Негізгі тақырып қандай, не бейнеленген, мұқият қарап шығамыз. Одан кейін шағын мәтін құрамыз. Ал бұл біздің оқушылар. Кім айтқысы келеді? Мен. Ал сөйлейміз, Суретте адамдар спортпен шұғылданады. Олар болашақ туралы ойлайды. Өйткені спорт табыстың кепілі. Дұрыс, денсаулықтың кепілі. Дұрыс. Таңертең немесе таза ауа велосипедпен сырғауға денсаулыққа қажетті. Және өзі спортпен шұғылдану, ол адам не істесе де осы шұғылдануда оның өмірінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Осы суреттерде спорттың көп түрлерін көрсетіп тұр, бірақ оның осы түрлерінің бәрінің мәселесі тек қана біреу болып тұрады. Спорттың түрі көп. Мына үш суретте, ол бірінші суретте қандай спорттың түрі? Велоспорт. Екінші? Жүгіру. Үшінші? Жүзу. Плавание, жүзу. Солай ғой, балалар? Спорт біздің өмірімізде ол өте маңызды. Яғни, спорт біздің денсаулығымыздың кепілі болып есептеледі. Солай ма? Ендеше 110-шы беттегі екінші тапсырма. Слайдта көрсетіп тұр. Мен көрсетіп отырмын. Міне слайд бойынша. Бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет. Мына белгілер нені білдіреді? Әр белгіге қысқаша сипаттама бер дейді. Белгілерді көріп отырсыңдар ма, балалар? Иә. Ал, қараймыз. Бірінші сурет алкогольге салынады. Шырын, иә, бұл? Алкогольдік шырын, иә? Иә. Яғни,
Неге ол сызылып тұр бұлай? Неге? Өйткені алкоголь біздің ағзамызға не әкеледі? Зиян. Зиян әкеледі. Өте дұрыс балалар. Зиян. Екінші суретте не бар? Екінші суретті қараймыз. Темекі тарту. Темекі шығу. Так, темекі. Ол не? Не айта аламыз темекі туралы? Ол жеңілге зиян әкеледі. Я, дұрыс балалар. Үшінші суретте не бейнеленген? Нашақорлық. Нашақорлық. Енді бұл алкогольдік шырын, темекі тарту, нашақорлық, бұл осы белгілер бәрі біздің ағзамызға өте көп не әкеледі? Зиян. Зиян әкеледі. Зиян әкеледі. Дұрыс балалар. Жақсы. Осы екі сурет бойынша, тапсырма бойынша сұрақтарың бар ма? Жоқ. Келесі тапсырма 111-ші беттегі 6-шы тапсырма. Яғни бұл мәтін балалар. Мәтінді іштей оқып шығамыз. Қарап шығыңдар мәтінді. Іштей. Прочитаем текст самостоятельно, ребята. Мәтінді оқып шықтыңдар ма, балалар? Оқимыз. Күтемін. Ал келесі сұрақ мынадай. 112-ші беттегі нөмір 8 мәтіндегі сөйлемге 3 түрлі нұсқада сұрақ қой. Мәтіндегі сөйлемге 3 түрлі нұсқада сұрақ қой. Мына сөйлемді оқып шығамын. Бұл сөйлем мәтіннен алынған. Оқырманға денсаулық туралы бірнеше ұсыныс айтқым келеді. Бұл сөйлемге сендер 3 түрлі нұсқада сұрақ қоясыңдар. Дайындалыңдар. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Ал кім айтқысы келеді? Бірінші сұрақ. Оқырманға неңіз туралы бірнеше ұсыныс айтқым келеді. Дұрыс. Екінші сұрақ. Кім дайын болады? Кім дайын болды? Оқырманға денсаулық туралы не айтуға болады? Дұрыс. Үшінші нұсқа. Кімге денсаулық туралы? Кімге денсаулық туралы бірнеше ұсыныс айтқым келеді? Өте жақсы, балалар, өте жақсы. Жарайсыңдар. Енді сұрақтар бар ма осы тапсырма бойынша? Жоқ. Келесі қорытынды сабақ. Бүгінгі сабақтағы материалдардан өзіне қандай ой түйдің деген сұраққа бір сөйлемнен жауап береміз.
Ал, кім жауап береді? Қандай ой түйдіңдер? Біздің денсаулығымыз біздің қолымызда. Тек қана. Дұрыс, жақсы. Тағы бар ма? Әрқашан салауатты өмір салты ұстау керек. Иә. Дұрыс. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек, сондықтан да денсаулығымызға көңіл бөлу керек. Жақсы балалар, өте жақсы балалар. Сендер бүгін өте жақсы сабаққа дайындалдыңдар. Көп рахмет сендерге балалар. Үй жұмысы 111-ші беттегі 7-ші тапсырма. Семантикалық картаны толтыру. Сұрақтар бар ма бүгінгі сабақ бойынша балалар? Маған? Жоқ. Бәрі түсінікті болды ма? Иә. Жақсы. Сендерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет.